Қызыл Арай тауларының ең биік нүктесі Ақсоран тауының баурайында орналасқан. Шабанбай би ауылы орталық Қазақстандағы экотуризм дамып келе жатқан орны болып табылады. Шабанбай би ауылы Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы ауылдық округ орталығы. Аудан орталығы Ақтоғай ауылынан шығысқа қарай 40 км жерде. Қызыл Арай тауынан басталатын Қаратау өзені бойында орналасқан. Кеңес дәуіріндегі Қаратау совхозы, қазіргі Шабанбай би ауылы аталатын елді мекеннің колхоздастыру кезеңі басталғанға дейінгі бұрынғы атауы Шылым. Ауыл 2002 жылға дейін Шылым деп аталған. Жердің Шылым деп аталуы да келген орыс мұжықтарымен байланысты. Орыс мұжықтары 1923 жылы осы жерге қоныстанып, егін егіп, бау-бақша салып, махорка үшін темекі еккен. Жергілікті жұрт олардан насыбай егуге қосу үшін темекі жапырақтарын алып отырған. Жолда кездескен адамнан жөн сұраспайтын қазақ бар ма? Қайда бара жатсың деген сұраққа шылым алуға барам деп жауап беріп, содан жердің атын осылай атап кетсе керек деген тұжырым бар. Ауылдың іргесі 1909 жылы қаланған. Ауыл 1930-1963 жылдары 5 декабрь, Ұлы Октябрь, Ақтұмсық шағын ұжымшарларының орталығы. 1963-1991 жылдары қой өсіретін Қаратал кеңшарының және Амангелді ауылдық кеңесінің орталығы болып келді. Қазіргі таңда алаш арыстарының алтын бесігіне айналған Ақтоғай ауданы Шабанбай би ауылы үздік туристік ауыл деп атанған.